Қорқпа. Сәлем достар. Бүгінгі бізде Түркістанда қадап жүрміз, екінші күн. Міне Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келіп жатырмыз. Жүріңдер, Темірлан Әзиз. Жүріңдер. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі келдік. Жан-жағын күшті қойып қойыпты, әдемі. Кемегелі біраз болып еді. Күшті қойыпты мына жақтарды. Әдемі, тап-таза. Ой, күн ыстық ай. Это ауыл. Жанып тұр, Әзизе. Баяғы ауыл осындай болған ғой, қазақ. Киіз има киіз. Ана арба болған андай. Кішкентай киіз. Мына Алтыбақан. Nerede? Алтыбақан nerede? Мынау кіреберістерде кіріп келе жатырмыз. Ана бүйтіп таксиде өтіп бара жатқан кезінде мынаны көрген жоқпыз ба? Иә, көрдік. Не дейді? Дарбаза. Ертең бәрін көріп ал, ертең сабаққа барған кез айтып бересің апайға. Осы жерге бардың, осы жерге бардың деп түсіндің ба? Оны күшті қойыпты бәріне. Мына жақта орамалдар бар екен. Баяғы үйлер болған ғой. Су бар екен ғой мына жақта. О, су. Су алып алайық. Міне. Мынау жаңа неге келдік? Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне. Енді қазір ішіне кіреміз. Картадан көрдік қой, жаңаған ана жерден тұрған жоқ па, Иә. Мә, ыстық екен ғой мына орында. Бұл жерде сәл жөндеу жұмыстары болып отыр екен. Адамдар жұмыс істеп отыр. Мынау кесене. Мынандай мықты қылып. Бай ғасырдан бері келе жатқан. Күшті қылып салыпты. Мына біз енді мынау неге келе жатырмыз? Жер асты мешітіне. Сосын қазір міне жүр. Жер асты мешітіне келе жатырмыз. Жүр, Тимош. Міндеймін. Мендей қош қорқасын. Жүр. Тиге менен. Тиге. Ана қара. Ана түйе. Тиге мүмкін кетті ше. Ай, қойш. Шалбарған. Шалбарың жүн-жүн болып қалады. Жүнжі болып қалса. Бүйтесің ғой жүнжі болып қалса. Әрісіз. Ау? Бүйтесің. Қағы жөресің ба? Мынау жер асты моншасына келе жатырмыз. Жер асты мешітте. Міне кіріп келе жатырмыз. Ана балдар түйеге мінді. Ой. Түйеге мінді екі бала. Түйеге мінек деп қоймады. Қорқпа. Ана аға ұстап бара жатыр ғой сендерді. Иә, күшті ме екен, Әзиз? Тимош, күшті ме екен? Мынау Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен шығып, одан кейін неге жер асты мешітіне бардық. Енді мынау аллеямен келе жатырмыз. Анау жақта мешіт бар екен. Түріктердің салып берген мешіт. Сол жаққа барамыз. Күшті, керемет, жап-жасыл. Әдемі гүлдер өсіп тұр. Иісі деген керемет.
Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Содан шығып, мына жақта үлкен мешіт бар екен, соған барамыз. Ана фонтан атылғап жатыр. Керемет. Әдемі қылып жасап қойыпты. Түркістанға келіңіздер, қыдырып кетіңіздер, өкінбейсіздер. Тамаша. Бірақ мына күн ысып, сәл не болып жатыр. Күн салқында болса, аралап жүргенге керемет жер екен. Мынау жаңағы түріктердің салған мешітіне баратырмыз. Жаңағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен шықтық. Президент саябағы. Мынау жаңағы түріктердің салған мешіті. Ішінде жұма намаз, Құран оқып жатыр. Жұма намаз болып жатыр. Мына мешіттің артында президентский саябақ бар екен. Соған келді, мына жақта көл бар дейді. Соған барсаңдар керемет деп айтып еді, соған келе жатырмыз. Жап-жасыл керемет екен. Қазандары керемет әдемі. Талдарды бірдей қылып егіпті әдемі қылып. Ой, жаңағы скамейкеде отырып нағыз демалатын орын екен. Мына жолақтармен, мына жолмен балдар жүгіреді, велосипедпен жүретін жолдар жасап қойыпты. Мына жаққа келдің, Әзиз шаршадым деп папасының мойнына мініп алды. Мына жерде судың дауысы шығып жатыр. Күшті жап-жасыл. О, салқын орды. Судың салқыны. Күшті салқын болды? Мықты. О, ана жерде сарқырап су ағып жатыр. Фонтан. О, керемет. Ой, ана жерде нағыз шығып алып, бір күн азына кешке дейін жаяу жүріп, серуендейтін жер екен. Керемет. Мияқтарда гүл өсіріп қойған. Мына жерде фонтан. Әдемі. Мынау жаңағы көлге келдік. Берді жүр Әзиз, қоқыма. Мына жерде әдемі қойған екен. Мына жерде качеля. Жап-жасыл. Ішің ауырған қойды ма, Әзиз? Төбесіне шықтық.
Төбесі мынандай екен. Төбесіне бүкіл Керуен сарай. Түркістан көрінеді екен. Қане. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Міне. Керемет. Ане. Біз мынандай неге міндік, катамаранға, иә? Күшті ме екен, Азиз? Иә. Күшті, салқын екен. Әсер болса, бала аяғымен қолға отырсын. Иә. Әйтеуір жағаға дейін қайыққа отырсын, иә. Иә. Міне катамаранға міндік. Мына жақпен былайынан барып айналып келейік та. Ne yapmayın? Қаяққа? Сөйтіп келеміз ба? Ана не қатаңға жылаңдар дейді, былайынан барып отырасың. Күшті екен. Суыт. Бесетте кезек. Қатырақ депсің, қатырақ. Иә. Бассейн жерде қайықта жүріп кетесіз, иә? Мына жер әдемі екен. Отыр Азиз, сау отыңдар. Баттан болды, бұл жақтан ала, иә. Иә. Мына жермен айналасыңдар дейді ма? Айдап кетеміз, біз. Иә. Көлдің ортасына фонтан жасап қойған екен. Мына жерде айналып өтейін деп жатырмыз. 30 метр жақындап деді ғой. Иә. Ортасында жүреді ол. Arada kalktım. Азиз, деді ғой. Азиз. Ана көпірден өтеміз қазір, иә? Дұрыс өзіңе қарай. Шап кептің сөйтпесіне. Ортасына отырмын. Ой, осыны. Жарты сағат өттік па? Ой, 2 сағат өттік, міне. Ой, келдік қой. Мына жағын қат жағы, иә? Аяққа жаға емес. Жерде өсіп ана аяқта отырып тұрсың. Иә. Күшті екен мына жер. Мына жер көп жақта. Мына жақта отыр міне. Мына тұрасың міне. Ана аяқта отыр. Мынау айналып уже. Артқан ағыласында сосын. Мына жаққа жақындап қалдық. Айдап келді. Көбісі айдап келді. Мына жақта да бір кісілер қайықты алып алып жүр. Негізі сол жеттен өте келеді ғой бұл жаққа, иә? Мына күн тамаша болып батып жатыр екен. Міне аяқтадық. Бір айналып шықтық. 20 минут кетті. Ана орда келеді ба қазір? Иә, күшті болды. Қатты екен ғой тастай. Маған қатты. Ананың алдына жүруің керек шығарсың. Әке. Поворот Екі ортаға. Екі ортаға. Болды. Түркістанның жібек жолы паркі біздің Қызылордадағы орталық паркке ұқсайды екен. Мінген жоқсың ба оған өткенде? Мама, сосы колесо содан кейін мынау. Оған мінбеді, кішкентай балдар.